Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен өте дәмді, жасалу жолы оңай асқабақпен ет қосылған бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Құрамы мен мөлшерін төмендегі описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен бәліштің үгітілмелі қамырын, яғни песочный тестасын дайындап аламыз. Ол үшін илегіштен өткізілген ұнның үстінен мұздатқыштан шығарылған салқын сары майды осылай үкіштен өткізіп аламыз. Мен бұл жерде қолдың майын алдым, сіздер кез келген сары майды қолдансаңыздар болады. Енді ұн мен майды қолмен араластырып, ортасын ашып, қаймақ пен тұзды қосып, жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Иленген қамырды пакетке салып 10-15 минутқа тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Ал оған дейін бәліштің салмасын дайындаймыз. Бәліштің салмасына бізге фарш пен пияз, асқабақ қажет болады. Пияз бен асқабақты көріп тұрғандарыңыздай қатты ірілемей, ұсақтап турап аламыз. Дәміне қарай тұз бен қара бұрышты қосып араластырып алып, шетке қоя тұрамыз. Тоңазытқыштан шығарылған қамырды біреуін үлкендеу, екіншісін кішірек етіп бөліп аламыз. Қамырдың үлкен бөлігін ұн сеуіп, шамамен 5-6 мм етіп жайып шығамыз. Жайылған қамырды противнге саламыз. Қамырға салмасын салып, шетке қоя тұрамыз. Енді қамырдың кіші бөлігін жайып шығамыз. Жайылған қамырды салманың үстіне қойып, шет жақтарын әдемілеп түйіп шығамыз. Піскен кезде буы шығатындай ортасын тесіп қоямын. Жұмыртқаның сарысына кішкене сүт құйып араластырып, бәліштің бетіне жағып шығамыз. Алдын ала қыздырып алған 180 градус пеште 40-45 минут пісіріп аламыз. Мінекей бәлішіміз әдемі болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің каналымда басқа да бәліштердің рецептері бар. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып отырыңыздар.